Қайырлы күн балалар, 6 сыныптың соңғы 9-10 сабағымен жалғастырамыз. Екінші бөлімнің соңғы сабағы отан отбасынан басталады дейді. Алғашқы 2 тапсырманы өткізіп жіберемін, өйткені тыңдалым мәтіні менде жоқ аудиожазба. 3-ші тапсырмадан бастасақ, мәтінді оқы, мазмұнын түсіндіріп айт дейді. Мәтінде атаның немереге деген сүйіспеншілігі туралы айтылады. Ол балалардың бақытты күлкісі үшін отанды жаудан қорғаған. Яғни бұл жерде үлкен кісінің балаларға айтқан өсиеті туралы мәтін берілген. Ол әке, ата, қарапайым адам, бірақ қашанда ар мен намысын бәрінен жоғары қойып, адал өмір сүрген. Балаларға аталық ақылын айтып, батасын береді, аманатын айтады соңында. Мәтіндегі өлең мазмұнның мағынасын түсіндір дейді. 4-ші тапсырма дәл осы Бауыржан Момышұлының айтқан өсиеті сол негізде жазылған мәтін бойынша тапсырма екен, өлең жолдары. Сонымен 4-ші тапсырманың орындалуына келсек, адаммын жаралған сүйек еттен деген. Бұны қалай түсінесіз? Кәдімгі тірі жан екенін, барлығымызда да сүйек бар, ет бар, денемізде солай ғой. Онда да басқа адамдар сияқты дене мүшелері барлығымыздың 2 көзіміз, 2 аяғымыз, қолымыз бар. Яғни мен де қарапайым адаммын дегенді айтып тұр. Ойлау сезімі бар. Яғни тіршілік етіп жүрген қарапайым жер бетіндегі адам. Ол да қателесуі мүмкін, ол да басқа адамдар сияқты ауамен демалады. Яғни бұл жерде айтпағы адаммын жаралған сүйек еттен деген, мен де қарапайым тіршілік етіп жүрген адаммын дегенді білдіреді. Арым бар, намысым бар деген нені білдіреді? Қарапайым адам болса да ар мен намысын бәрінен жоғары қоятын, отанына адал, өзіндік ойы бар тұлға, яғни өзінің принциптері, көзқарасы, ойы бар. Біз Бауыржан Момышұлы жөнінде айтып отырмыз, қаһарман батырымыз қазақ елінің. Адамдардың сырт келбеті, дене мүшелері ұқсас болғанымен, біздің айырмашылығымыз жан дүниемізде, мінезімізде. Сондықтан автор өзінің өтірік айтпайтынын, отанын сатпайтынын, халқы үшін жанын қиятынын меңзеп тұр. Яғни ары, намысы барлығынан да жоғары екендігін айтып тұр. Балалар, жалпы көркем әдебиет стилін осындай қарапайым сөздерге айналдырып, түсіндіріп жаза білулеріңіз керек. Бір ұлымын дейді. Яғни қазақ халқының бір көптің бірі болып есептелетін бір баласымын деген сөз. Құрбан ету деген не? Жанын беру, өмірін қиюға даяр, яғни өмірін қию бір нәрсенің жолында. Елімнің бақыты мен бостандығы балалардың болашағы жолында өзінің өмірін беруге дайын. Яғни құрбан ету, өзінің өмірін басқа нәрсенің жолына беру деген сөз, айырбастау деген сөз, былайша айтқанда. 5-ші тапсырма, суретке қарап мәтін құра, негізгі және қосымша ақпарат арқылы көтерілген мәселені нақтылау сұрақтарын дайында дейді. Суретте балалар бірінші не көріп отырсыздар? Табиғат аясындағы отбасы, солай ғой, жақсы бос уақытын өткізіп жатыр. Бұл демалыс күні болса керек. Жеміс-жидектер, шелпек бар үстелдің үстінде. Отбасының 4 мүшесі бар екенін байқауға болады. Жалпы тақырыбын мәтіннің атын бақытты отбасы деп қойдым. Бұл жерде өздеріңіз басқа тақырып қойсаңыздар да болады. Демалыстағы отбасы, ынтымақшыл отбасы деп қойсаңыздар да болады. Басында отбасының не екендігі, отбасының шағын мемлекет екендігі, ол қоғамның маңызды бір бөлшегі екендігі туралы кішкене бір абзац жаздым. Одан кейін балаларды суретте табиғатты көріп отырмыз, соған табиғатқа баулу мәселесін жаздым. Соңғы 3-ші абзац, бұл суретте біз қандай қимыл әрекет, кімді көріп отырмыз, сол туралы жазылды. Және мына жерде сұрақтар бар, яғни осы мәтін бойынша қандай нақтылау сұрақтарын қоюға, туындатуға болады, тудыруға болады. Осындай бірнеше сұрақ, осының ішіне қалағаныңызды алсаңыз болады, немесе барлығында қолдансаңыздар болады. Балалар, кез келген шығарманы мәтінді жазардың алдында бірінші сіздер сурет берілген болса, суретке қарап барлық детальдарды анықтап жазғандарыңыз дұрыс. 6-шы тапсырмамен жалғастырамыз. Мәтінді оқып, өз ойыңды дәйектеп айт дейді. Мәтінді оқисыздар. Мен бұл жерде оқып отырғанның сіздерге ешқандай пайдасы болмайды. Мәнерлеп оқыңыздар, сырттан оқыңыздар, яғни дауыстап оқыңыздар.
Содан кейін өз ойларыңызды айтыңыздар. Мәтін не туралы? Өз ойыңды айт деген сөз мәтіннің қысқаша мазмұнын, мәтін туралы сенің ойың қандай, не түйдің, қандай ақыл өзіңе алдың, осы жөнінде айту керек. Мінекей мен жалпы не ала алады оқушы, нені түсінуге болады бұл мәтіннен, жалпы ынтымақты отбасы деген тақырыптың өзі нені білдіреді, сол туралы жаздым. Оқып шығыңыздар. 7-ші тапсырма: сөйлемді екпін түрлеріне сай оқы, жұбыңмен талқыла дейді. Екпін түрлерін білесіздер, 4 екпін түрі бар. Мына жерде көрініп тұр ма жоқ па білмеймін. Әке, кідіріс, яғни бұл жерде әке деген ой екпіні келіп тұр. Отбасының басшысы. Отбасының басшысы екеуі қосылып тіркес екпінін құрап тұр. Оның мүшелерінің тірегі. Бұл да тіркес екпіні. Мінекей сіздерге күреңмен белгілеп қойдым. Асырап сақтаушысы. Бұл екеуі бірге тіркес екпінін көрсетіп тұр. Сонымен 8-ші тапсырмамен жалғастырамыз. Өз отбасыңдағы аға, әпке немесе өзіңнің кіші бауырыңа мінездеме жаз дейді. Ол үшін оның бойындағы ең жақсы қасиеттерді тізіп шық. Содан кейін оның жетістіктерін қос дейді. Балалар, отбасының мүшелері ең жақын туыстарыңыздың бірі, яғни бауырларыңыздың бірі туралы мінездеме жазу керек. Мен енді менің ағам деп жаздым. Кімнің ағасы жоқ, менің әпкем деп ауыстыруға болады, немесе менің бауырым деп, іні қарындастарыңыз болса, соны жазуға болады. Жалпы басында ол қандай адам екендігі, мінезі қандай екендігі жөнінде жаздым. Яғни қандай қасиеттері бар бойында. Егер түсініксіз болса, комментарийде сұраңыздар. Оның адамгершілік қасиеттері қандай, ал ең соңында жетістіктері жөнінде жаздым. Өз ойларыңызды қосып басқаша етіп жазсаңыздар да болады. 9-ші тапсырма: өзіңнің мектеп өміріңдегі жетістіктерің немесе кейбір кемшіліктерің жайлы отбасы мүшелерімен бірге талқылауға дағдыланғансың ба, солай талқылайсың ба дейді. Үйренгенсің ба солай істеуге. Білім, тәрбие туралы мақал мәтелдерді қолданып топтық жұмыста, яғни ата, әже, әке, ана болып рөлдерді бөліп жазу керек. Мақал мәтелдерді мен қолданған жоқпын, егер қажет болса комментарийде сұрауларыңызға болады. Бірақ бір ситуация, яғни бір кез келген жағдайды жазу керек. Мысалы, жаңа мектепке барған кезде менде осындай қиыншылықтар болды деп тіл табысу бойынша соны жаздым. Және мына сарымен белгілеңіздер, бұл сіздің ата-анаңыздың, ата-әжеңіздің сізге берген ақыл ойы деп соны айтуға болады. Осы сөздерді қолдануға болады сіздерге, бұл бір шпаргалка ретінде. Және соңғы тапсырма, 10-шы тапсырма: кестені пайдалана отырып шолу парағын толтыр дейді. Балалар, шолу парағы ең оңай нәрсе. Не сездіңіздер, не білдіңіздер, не біліп отырсыздар, соны ғана жазасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Қызықты болды деген ақпарат қайсысы? Отбасы құндылықтары туралы ақпарат алдым. Ата мен ананы, баланы сыйлауды үйрендім. Бос уақытын отбасымен бірге өткізудің маңызын үйрендім. Немесе ынтымақты отбасы, жауапкершілік, кешірім, сыйластық не екендігін үйрендім. Оның рөлі отбасында қандай маңызы бар екендігін үйрендім. Осылар маған қызық болды деп осыларды жазсаңыздар болады. Бәрін түсіндім. Яғни отбасының бақытты болу үшін не істеу керек, ұрыспай тату мәселені шешу үшін не істеу керек, кешірімді болу керек, осының барлығын мен түсіндім деп соны жазсаңыздар болады. Қиын болды. Нені түсіну қиын болды сіздерге? Мысалы, Бауыржан Момышұлының кейбір сөздерін бәлкім бірінші мәтінде, оқыл мәтінде түсіну қиын болған шығар. Немесе қалай кешіруге болады ренжіген адамыңды, осыны түсіну қиын болған шығар. Осы жөнде өз ойларыңызды ғана жазасыздар. Сонымен ата-аналар, балалар, егер сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде менің WhatsApp нөмірімде осындағы көп адамдарда бар. Сұрақтарыңыз болса, онда да күтемін. Уақытым барынша, мүмкіндігімше сіздерге жауап беруге тырысамын. Каналға жазылып қойыңыздар. Үй тапсырмасын жіберіп алмаңыздар, дұрыстап орындаңыздар.